Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Достар, көріп тұрғандарыңыздай іші толы, қуыс емес, жұп-жұмсақ, нәзік бауырсақтың рецептісінен бөлісетін боламыз. Ендеше қарап алыңыздар. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен ыстық қайнаған суға шекеріңізді салып, жақсылап араластырып, үстіне жылы сүтіңізді құясыз. Тұзыңызды және дрожж салуды ұмытпаңыз. Осылайша сіз алдымен апараны дайындап аласыз. 5 минут тыныштыққа қоюыңыз міндетті түрде. Бес минут тыныштықтан кейін кезек жұмыртқаға да келеді. Осы сұйықтықтың ішіне 2 жұмыртқаны жарып жіберіп, жақсылап араластырыңыз. Достар, ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Бәрін бірден салмаңыз. 2 немесе 3 бөлікке салып араластырғаныңыз абзал. Өте дәмді болып шығатыннан болар. Дәл осы рецептті жасаған кезде осы бауырсақты үйдегілер сүйсініп жейді. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды және пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен үшін сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Бізде әлі ұнымыздың 1/3 бөлігі қалды. Енді осындай қоймалжың консистенциямызға бөлме температурасындағы майымызды салатын боламыз. Міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмсақ майды микроволновкаға жылытпаңыз. Алдын ала жасар алдында шығарып қоюыңыз керек. Осылайша қол көмегімен жақсылап араластырып, ең соңында қалған ұнымызды салып, осындай қамырды илейтін боламыз. Қолымызға сәл жабыса да, бірақ өте жұмсақ болуы қажет. Осылайша 1-1,5 сағатқа тыныштыққа қойып, көтерілгенін күтеміз. Мінекей достар, менде 1 сағаттың көлемінде осындай үлкен болып көтерілді. Ендеше ары қарай оқтауымызбен жайып, бауырсағымызды пісіруге дайындайтын боламыз. Ең алдымен осы үлкен қамырымызды 2 бөлікке бөліп алғаныңыз дұрыс. Ары қарай осы бөліктерді оқтаумен жаятын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей қалыңдықта жайғаныңыз дұрыс. Себебі бізге іші толы бауырсақ жасауымыз қажет. Әдеттегідей бауырсақтарда жұқалау болады ғой, ал бізде қалың болуы қажет. Содан соң біз оған стаканның көмегімен дөңгелек формалар береміз. Осылайша барлық қамырдан дөңгелек формалар шығарамыз. Осылайша барлық қамырды дөңгелетіп шыққан соң 20 минутқа тыныштыққа қоямыз. Осы 20 минуттың ішінде бізде қамырымыз тағы көтеріліп, одан сайын пышный болып түседі. Міне, менде 20 минут өтті. Ендігі кезекте табамызға майымызды құйып, ең алдымен қатты қыздырып аламыз. Содан соң отты міндетті түрде бәсеңдетіңіз, яғни орташа отта пісіруіміз қажет. Достар, ең маңызды жері бірден майға түскен бетін қатты қызартпаңыз. Сәл ғана ақшылданып қызарған кезде аударып бастаңыз, себебі беткі жағы жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті видеода көрсетілгендей аудара отырып пісіреміз, яғни астыңғы жағын, содан соң үстіңгі жағын тағы да уақыт өте ауыстырып отырамыз. Осылайша қызартып, асықпай пісіріп алыңыз. Достар, қараңыздаршы, тіптен түрі де, түсі де көз қуантады. Ал енді алдағы уақытта дәмін де көретін боламыз. Достар, ендігі сәтте бір ескертетін жайт, пісіріп болған соң қағаз сүлгінің үстіне бір қабатпен орналастырамыз, яғни бір-бірінің үстіне қоймаңыз, себебі ол басылып қалады. Суығанша осылай видеода көрсетілгендей орналастырып алыңыз. Содан кейін суыған соң барып жинауыңызға болады. Мінекей достар, қандай іші толы, өте әдемі болып шықты.